Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында аисти жасап көрсетемін. Бізге қажетті заттар: 70 грамм каркаде, 400 грамм құмшекер, 1 дана апельсин, 1 дана лимон, мята және 2-3 дана алма қажет болады. Осылай 10 литр қайнап тұрған суымызға алдымен құмшекерімізді салып, оны ертіп алып, үстінен 70 грамм каркадемізді салып, каркадемізді 2-3 минуттай қайнатамыз. Осындай қанық түс әдемі болып шығады. Менде қыздар 10 литр су. Осыны қайнатып алғаннан кейін сетадан өткізіп аламыз. Сетадан сапырып алсаңыздар, түсі де қанық болып, жақсы араласып шығады. Бұның үстіне осылай 2-3 минут қайнағаннан кейін үстінен жаңағы 1 дана лимонымызды және 1 дана апельсинімізді, сосын 2-3 дана алмамызды салып 2-3 минуттай қайнатамыз. Көп қайнатудың да қажеті жоқ қыздар, 2-3 минут қайнатқанның өзі жеткілікті. Сосын үстіне миятамызды салып, миятаны өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Аз да емес, көп те емес етіп қоссаңыздар болады. Сосын осындай әдемі аисти шығады. Жасап көріңіздер қыздар.